Сәлем балалар, қал жағдайларыңыз қалай? Activity book 43-ші бет. Exercise 1. Look, read and put a tick or a cross. Қараймыз, оқимыз және құс белгісі немесе X белгісін қоямыз. Яғни, сөйлем мен сурет сәйкес келсе, құс белгісі сәйкес келмесе, онда X белгісін қоямыз. Мысалы, it's a dress, бұл көйлек. Суретте көйлек па? Я, сондықтан құс белгісін қойдық. It's a jacket. Jacket дегеніміз не? Күртеше. Суретте бұл зе шляпа көрсетілген, сондықтан X қоямыз. Бас киім, they are boots. Олар бәтеңкелер дейді. Яғни етік деп айтсақ та болады. Бұл бізде ондай емес, сондықтан X қоямыз. 4. They are gloves. Қолғаптар дейді. Қолғап па? Жоқ, бұл қолғап емес, бұл джинсылар. Сондықтан X қоямыз. It's a t-shirt. Бұл футболка. Бұл футболка ма? Я, сондықтан құс белгісі. They are shorts. Бұл шортылар. Бұл шорты ғой, я? Я, сондықтан құс белгісін қоямыз. Келесі, екінші жаттығу. Listen and color, then complete. Осындай баланың суреті берілген, соны тыңдаймыз және бояймыз, одан кейін толықтырамыз. Я? Яғни, қандай түсті заттар екен жазуымыз керек болады. I wear my orange hat. Я? Яғни, шляпасын қызғылт сары, оранжевый түске бояймыз. My yellow t-shirt, футболкасын сары түске бояймыз. My blue jeans, джинсын көк түске бояймыз. And my green shoes in summer. Және аяқ киімін жасыл түске бояйды екен біз. Осындай түстерге бояп, және мына бос орындарға осы сөздерді, түстерді жазып шығасыздар. Осымен 43-ші беттің барлық тапсырмаларын орындадық. Пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетеміз. Сау болыңыздар.